ассалаумағалейкум. Қалай жағдайларыңыз? Бізде Аллаға мыңда бір шүкір, барлығы күшті, барлығы керемет. Қазір біз неге бара жатырмыз? Выпискаға бара жатырмыз. Бүгін Диананы шығарады. Наконец, қанша болды Дианаға? 10 күндей ма болып қалды, 2 аптада, иә? Примерно. Сол наконец-то Құдайға шүкір шығаруға бара жатырмыз. Күшті бір қуаныш болды. Соны бөлісіп, пропмен, міне менің жаным мына жақта. Ансарчик өзінің репертуар. Болды, кешір. Короче, кішкене сірке су көтермей тұр. Сол үшін маған даже видео түсірме дейді. Болды, все болды. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін түрім кіріп қалды, боянып, өз-өзіме келіп алдым. И қазір деген өзімнің достарымның сұрыстарын көріп жатырмын ғой. Кезінде бізде выпискаларға келуші едік дегенде, и андай іште сенімсіздік болады, типа мә саған мен біздің выписка ма дегенде ше, мен босандым ба, мен ана атандым ба деген сондай бір күшті чувстволар оянып жатыр. И достарымыздың бәрі Хамон мен Диананың выпискасына бара жатыр деген сайын көңіл күй деген вообще көтеріліп кетті. Мен боянып үлгерем дегенше мың жылаған шығар ортасында. Неше рет перерыв бердік деймін да. Бұйырса енді аман есен үйге шығып алайықшы. Пансияда жата беріп кішкене шаршап қалғанымыз бар. Үйге шығып күшін керек. Қайырлы күн. Бүгін бізде Диана мен Хамода выписка болады. Выпискаға дейін бір-екі тірліктер бар, соны майда шүйде. Соларды бітіріп келуге шықтым. Жібек жолы базарын білесіздер ғой, Алматыдағылар. Сол Жібек жолы базарына барадым. Болт, гайка деген заттар сол жақта өте көп болады да. Соларға барып, керек затын алып, үйге келу керек. Сосын душқа түсіп шығамыз Бассейноваға қарай. Әңкіміз шығыла үйіне қайтқан еді. Енді өзіміз мәңкі отырық Набалаға. Жанна. Айка пысық күлханы болып атыр. Өзім екеуміз баламен бүгін үйде отырмыз. Мама қазір келу керек. Жеңгем мен ағамыз жұмыстарымен қалаға кетті. Өзім енді өзіміз қалдық. Опай, не айтып жатсың? Біздің ұрғанда әлем ұсталдың ба бәлем деп бүйтіп қойайын ба? Әзіл ғой. Ой, қасқа, не дейді ана бір Қытай сайттар бар екен ғой. Еще оны еркелетіп пиндош дей ма, жыр болып әйтеуір жетті ау мынаған құсын. Доставкасымен осы Қазақстанның бағасы шықты ше. Бұл ампа-пипка чек. Көрек ал. Не ол? Не ол? Пиджак ба? Қандай ше? Не ол? Пончо ма? Материалны мусор жинайды екен. Мусор жинайды. Ботаның жаңа машинасының ішіне отырып алып, енді қазір выпискаға кетіп бара жатырмыз. Хамон мен Диананың выпискасы бүгін роддомнан шығайын деп жатыр. Боташка бүгін прям стильняшка болып отыр, күшті болып киініп отты. Әдемі болып тұрсың. Қалай барып келдің Шымкентке? Нормально. Көрімдік, кілем жауып машинасының сыртына прям көрімдіктерін беріп, күштілеп, қарсылап, күштілеп шығарып салды. Жаңа келін түсірген үйлеріне, сол келіннің үйіне барып қонаққа, есіктер көруге барып келді. Шеге кетпесін ба? Шерхан Осаққа барған ғой. Ішіне кетпесін ба? Шыққаннан кейін бүгін Бексұлтан бара алмайды, өйткені ол құдалыққа кеттім. Күнде 2 тойдан болып жатыр, құдалық, кешкі той. Мен құдалыққа бармаймын ғой, білесіздер, сонымен кешкі той, ұзынағашқа тойға бару керекпін қазір. Неден выпискадан шыққаннан кейін енді ертең бала шағамды қолыма алам, енем ертең келеді бұйырса. Қандай жаңалықтар. Осы күндері өзімнің мамам қарап жатыр. Ой, келдік наконец-то. Учушаға алып кеш деген ғой Диана. Шашымды бұйралайым деп сапар жатырман. Күн деген резко ысып кетті ғой, Ансартқа жүшті ұйықтатып сән машинада папасы екеуі отыр. Саламатсыз ба? Спасибо вам большое. Подружка. Диана. Холметова, что ли? Диана. Каждый келген сайын өзім есіме түсіп кетем бар ғой. Өзім босанған.
ой мына есіктер кәдімгідей бассейновада босанғандар бар ма? Естеріңізге бір түсіріп қойын. Мен қай палатада жатайын? Ол жақтарға өдім. Мен мына палатада жатқам. Ал келдік. Дианалар бүгін выписка. Жаным, қалайсың Диана? Өз-өзіне келіп, жақсы болып қалдың, е? Үйге шығам деп жазып қалдық қой. Шүкір әйтеуір аман есен босанып, енді үйге шығайын деп отыр, Құдай қаласа. Бүгін Пупаны жатыр ана жерде. Есімін мен білем, бірақ өздері азын шақырып қойып, потом сіздерге Мен айтады. топас сториске салып жүрген. Қойш? Моментально удалить етіп үлгердім, бірақ ол жақтадан біліп алдым. Қойш? Ничего. Күшті енді есім енді бұйырса. Енді сау болып, атына зат сай болып, өсе берсін, батыр болсын, я? Бастысы. Жаным сол. Хамоға ұқсайды. Мен білмеймін, хамо. Бірақ Диана қалай бір жерлер келетін сияқты. Басын сапақты қойсы. Басында сондай болады ғой. Сол Дианочка қазір дайындалады. Соң қасына келіп, кішкене отыра тұрайын деген ғой. Балапанға қарап, қана жер қойып қойын. Қызықтармен бөлісеміз, енді Құдай қаласа. Жаным. Тәй. Өзім білмеймін, мен кішкентайларға махаббатым уже больше ашылып кеткен ғой. Аман болсын бастысы. Балапан жатыр. Жаным. Екеуміз отырмыз әңгіме етіп. Диана ар жақта шовын шешуге кетті. Қасында отыра тұршы деп кіре беріш деген болатын. Боянып алайын, бір-екі шарым бітіріп алайын деп сонымен қасында отырмын. Хама жақта етік қол босамай айтқан шығар. Бірақ қат жақындама отырсып отырмын. Все-таки білмеймін. Өзім, мысалы мен өзім сөйтіп қалайтын едім да. Бірақ енді жақын сенетін адам болса, көмекке келсе, это нормально. Қолымды стерилизовать еттім. Отырмын қасында. Үстін жабам, ашам. Жаным. Диана үсті кішкене ашық жатыр дейді. Қарны ашып тұрған сияқты. Жыбырлап жатыр. Шығатын кезде, может, смес беріп жібереміз. Кішкене. Аузын ашып жатыр, қарны ашып тұр. Қарның ашып жатыр ма? Опой, көтерейін ба? Кел. Анияқа шығарып келсем ба деп тұрмын ше. Кішкене таза болған. Қалайсыздар достар, қазір үйге келдік. Аман есен бәрі күшті өтті. Келген қыздар жігіттердің барлықтарына көп рахмет. Әлі пост, рилстар салмадық. Шамалы күтіңіз деп дайындалып жатыр. Енді салғандардікін көріп жатсыздар. Біздікі енді дайын болады. Күшті болды, өзіме ұнады, күшті. Соны қазір енді баланы жуындыру бірдеңе дейді. Ондай нәрселер қатты шарт етпеймін. Енді екі мама бар. Екі мама бірдеңе қылып. Жеңешкі бар. Нағашы атасы бар үйде. Мен сол өзіміздің балалар қазір осы жаққа келе жатыр деген неше. Үйге кіруге де болмайды деймін, бірдеме дейді ғой. Қатты шықпаған. Оның нәрселерді қатты түсінбейміз ғой, соны қазір айтып жатыр. Енді болды, үйге ешкім кіргізбейсің, 40-ына дейін бірдеңе деп. Ұрысып жатқандар бар. Сол, қазір үйдеміз. Просто бағана бала ыстықтап кетті де, сол тез үйге келу керек болып қалды. Ал достар, біз үйге шықтық. Енді қазір мына жақта бізде екі мама Бопайшыға қарап отыр. Өзім мамамен енем, мына жақта жеңгем алдан кел. Мына қараңыздаршы, үйде гүлдер толып жатыр. Еще тағы да машинада гүлдер бар басқа жақта. Әдемі сәндеп қойған. Ал келді. Құтты болсын. Бау берік болсын. Қалыс қалат әте. Бау берік болсын немереңіздің. Құтты болсын немереңіз. Жана. Аталы жағдайымыз түсіп кетті. Жаңа туған келінді төрге шығарып, солда жегіз. Қарема дегенім. Баптап басын Баптап, я сөйтіп мен деген бүйтіп андай. Как королева сияқты, не дема дегенім. Золушка сияқты служанка болу. Или жежек келіндердің өмірі осындай ма негізі? Ая тұрмысқа шықпаймын десей.